Сәлем достар, бұл PHP курсының 12-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта OOP деген екенін үйренеміз. Жалпы OOP деген ағылшынның 3 сөзінен құралған Object Oriented Programming деген, қазақша объектті бағытталған бағдарламалау деп аударылады. Жалпы OOP не үшін керек? Ол бағдарламалауды жеңілдету үшін жасалған. OOP-ны былай елестетсеңдер болады. Мысалға, адамдар кез келген нәрсені объект ретінде қарайды. Сіздер машинаны елестетсеңіздер болады. Машинамыз объект болса, ол не істей алады? Ол жүре алады. Яғни осындай іс-қимылдарын қасиеттері мен методтары деп есептеуге болады. OOP-да метод деп отқанымыз ол функция, ал қасиеті деп кәдімгі айнымалыны айтамыз. Тек олардың барлығы кластың ішінде орналасады. Енді осы теорияны түсіну үшін сіздерге көрсетейін. Ол үшін біз машинаның классын жазайық. Класс деп жазып кетеміз. Атын жазамыз car деп. Содан соң қасиетін жазайық. Мына жерге public speed 0 қылып қояйық. Осындай біз бос класс жасайық. Жылдамдықты біз объект жасаған кезде көрсетеміз. Қазір метод салып кетейік. Get time деген. Яғни белгілі бір қашықтықта қанша уақытта жететінін функция жасаймыз. Оған параметр беріп кетейік. Жолдың ұзындығын. Ол үшін road length деп жазайық. Ішіне return road length. Қашықтықты біз жылдамдыққа бөлеміз. Жылдамдықты алу үшін осы жерде осы класста орналасқан қасиетті алу үшін this деп жазасыздар. Одан кейін стрелка тәріздес, сызықша үлкен кіші таңбасын саласыздар. Қасиеттің өзін жазасыздар. Байқап тұрғаныңыздай мен доллар таңбасын салған жоқпын. Бірден қасиеттің атын жаза береді speed деп. This деп отқан ағылшын сөзінен осы деген сөз, яғни осы объекттен ал деген. Барлығын біздер километр сағатпен және сағатпен есептейік. Осы жерге жаңа объектті жасайық. Әрине қазақтың сүйікті машинасын жазамыз, Toyota Camry болсын. Класстан объект жасау үшін new деген сөз жазамыз. Содан соң car деп жазып кетейік. Осы жерде жақшаны салсақ та болады, салмасақ та болады. Мен салып кетемін. Кейінірек бұл жақшалар не үшін керектігін түсіндірем. Астына осы Toyota Camry'дің жылдамдығын берейік. Ол үшін жоғарыдағыдай қасиетін алу үшін стрелка тәріздес жазамыз. Сызықша және үлкен кіші таңбасымен тең болады дейміз. 110 деп жазып қояйық. Содан соң астына echo деп жазайық. Toyota Camry жалғаймыз. Қайттан Toyota Camry объектіміз шақырамыз. Соның ішінде get time деген метод шақырамыз. 500 шақырым деп жазайық. Сөйлемімізді аяқтайық. Сағатта келеді деп жазып қояйық. Үтірніктеміз саламыз. Әдемі болу үшін мына жерге пробеліміз салып кетейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартып тексеріп қарайық. Яғни ол 500 километрді 110 км сағатпен жүретін болса, ол 4,5 сағатта сол жерге келеді. Осы мәтінімізді бірден методтың ішіне жазып кетейік. Мыналарды көшіріп алайын. Мына жерге жазып қояйық. Мына жылдамдықты бірден осының ішінде бөле берсін. Бұларды жақшалып қояйық. Осы бірінші орындалсын деген сияқты программа түсіну үшін. Әрі өзімізге де түсінікті болады. Үтірніктемізді мына жаққа салып қояйық. Біз тек методты ғана шақырып отырамыз. Toyota Camry get time деп. Ішіне 500 со қайттан жазып қояйық. Енді класстың жақсы жерін көрсетейін сіздерге. Екінші объект жасай беруге болады. Бірінші объектке қатысы болмай-ақ. Тағы Қазақстанда көп таралған машина маркасын жазайын. Hyundai Accent деп. Ол жай жүретін болсын. Ал қашықтықты сойге қалдыра берейік. Hyundai Accent деп мына жерге қойып қояйын. Екеуі де 500 км жүретін болсын. HTML кодымызда бірінің астына бірін әдемі көріну үшін BR тегін салып кетейік. Енді парақшамыз тексеріп қарап көрейік. Toyota Camry 4,5 сағатта кетіп тұр. Екінші Toyota Camry'да 5,5 сағатта кетіп тұр. Бірақ бізде екіншісі Hyundai Accent еді. Қалай екі атты екі түрлі қылып класста жасауға болады. Модель мен маркасын беруге болады. Үстіне бренд дейік. Тырнақша салып кетеміз. Екіншісіне модель дейік. Модель береміз. Осы есімдерді мына ішінде қолданайық. This бренд жалғаймыз. Бос орынды қайтадан жалғайық. Мынаның орнына біз модельді қалдырып кетеміз. This модель. Енді үстіңгі жағына аттарын берейік. Бренд дейік. Оған біздер Toyota деп жазамыз. Ал астына модель дейміз. Ол бізде Camry. Дәл осылай Hyundai Accent'ке де жазамыз. Мына жерге біздер Hyundai деп жазамыз. Астына Accent дейміз. Сақтадым. Парақшаны тексеріп қарайық енді. Міне осы жолы енді Toyota Camry 4,5 сағатта кетіп тұр, ал Hyundai Accent 5,5 сағатта кетіп тұр. Тек мына Camry'ден кейін пробел салуды ұмытып кетіппіз. Мына жерге жалғап бос орын дейміз тағы да. Жабыспай көру үшін
парақшаны жаңартып тексеріп қарайық. Міне осы жолы әдемі шығып тұр бәрі де. Мына санымызда әдемі болу үшін біздер round функциясын қолдана аламыз. Мына бөлінген санды roundқа жазайық. Екінші параметр арқылы біздер өтірден кейін неше санды қалдыруымыз керектігін жазамыз. Біздер бір-ақ санды ғана қалдырып кетейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Toyota Camry 4,5 сағатта келеді. Ал Hyundai Accent 5,6 сағатта келеді. Енді осы параметрлерді оңай берсек болады. Мына 110 Toyota Camry дегенді. Ол үшін арнайы магикалық методтар бар. Оның бірі construct function, екі төменгі сызықша construct деп жазылады. Бірінші параметрге біз жылдамдықты қабылдайық. Екінші параметрге брендті қабылдаймыз. Ал үшінші параметрге модельді қабылдайық. Осы үш параметрді осы объекттегі қасиеттерімізді өзгертіп шығамыз. Біздер speedке осы келген параметрмен speedті аламыз. Дәл солай модель мен брендті де ауыстырайық. Бренд деп жазам. Екіншісіне модель деп жазып қояйық. Осылай біз үшеуін де өзгертіп шығамыз. Бізге мына фигуралық жақшаны әдемілеп сәндеп салайық. Енді осы қасиеттерді біздер параметр арқылы берсек болады. Мына жерге 110 дейміз. Екіншісіне Toyota дейік. Үшіншісіне Camry деп береміз. Өтір арқылы кәдімгі функция шақырған кездегі параметр сияқты алып береміз. Әрине біз кластың атын жазамыз, функцияның атын емес. Бірақ та ол construct функциясын шақырады міндетті түрде. Үш параметрімізді береді. Ол үш параметрді біздер жоғарыда жазып кеткен қасиеттерімізге сақтап жатырмыз. Мыналарды өшіріп тастайын. Мынаған бірінші параметріне 90 береміз. Екінші параметріне Hyundai дейміз. Өтір арқылы Hyundai. Мына жерде тырнақша жазылмай қалды. Содан соң үшінші параметрімізге біздер акцент береміз. Мыналарды өшіріп тастайын. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам бізде ештеңе өзгермеу керек. Бізде ештеңе де өзгерген жоқ. Бәрі сол күйінде қалды. Біздер тек қасиеттерді басқаша әдіспен ғана жібердік. Осыменен менің сабағым аяқталды. Сіздер осыны толығырақ түсіну үшін әртүрлі етіп жазып көріңіздер. Байқағаныңыздай тек функцияларды методтар деп айтып кеттім, ал айнымалыларды қасиеттер деп айттым. Оларда ООП-да солай айтады. Кластың ішінде тұрған айнымалылар қасиет болып есептеледі, ал функциялар метод болып есептеледі. Келесі сабаққа кездескенше сау болыңыздар.